4-ші сабаққа қош келдіңіз. Сіз 10 сахнасындасыз және де біз бүгін beginner деңгейінің 4-ші сабағына жеттік. Видео басталмас бұрын біздің арнамызға тіркеліп, қоңырауды басып, лайк басуды да ұмытпаңыз. Бұл курс жаңадан ағылшын тілін үйреніп жүргендерге және де нөлден бастап ағылшын тілін жетік меңгеруді қалаушыларға арналған. Біз бүгінгі сабақта сандарды және де тек қана сандардың санауын ғана емес, олардың өзінің арнайы ережелерін бірге үйренетін боламыз. Және де арнайы дәптер бастап, бүгінгі сабағымызды міндетті түрде дауыспен тыңдауыңызды сұраймын. Бірінші ережелер. Қарапайым сандар, ол біріншісі бір саны, ол one деп аталады. Ол бір. Екі саны, ол two. Екі. Үш саны, ол three. Төрт саны, ол four. Бес саны, five. Алты саны, six. Жеті саны, seven. Сегіз саны, eight. Тоғыз саны, nine. Он саны, ten. Ал енді 11-ден кейін біз 11-ді 11 деп атаймыз. 11. 12-ні 12. 12. Ал 13-ті 13. 13. Яғни осы 14, 14, 13 жаңа 13 болып жалғаса береді. Осы 13 санынан бастап 20-ға дейін 15, 16, 17, 18, 19 болып жалғаса береді. Ал 20-да біз оны 20 деп атаймыз. Одан кейін 21 мысалға 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29 болады да. Сосын тағы да ережелер бар. Жаңағыдай 30-дан 90-ға дейін біз осы сандарды айтамыз дағы, осы кішкене бас жақтарын өзгертіп жіберіп, содан кейін оған тиді қоса саламыз. Өздеріңіз мысалдарға қарап шықсаңыздар болады. Одан кейін жүздіктер басталады ғой. Сол кезде біз жалпы бір жүздікті 100 деп айтамыз. Және 100 санының өзінде 100 деп айтамыз. Содан 100-ден 900-ге дейін 900, 800, 700, 600, 500 солай санала береді. Ал 1000-ды біз 1000 деп атаймыз. Ал егер де ол 2000 болатын болса, алдына жаңағы 2000 біздің бастапқы сандар қоса саламыз. Ал 1 миллион ол million, 2 миллион 2 million, ал 1 миллиард болатын болса, ол billion болады. М мен Б сандарында ғана айырмашылық бар. Жалпы осындай ғана өзгерістер бар. Бір-екі мысал келтіріп кетейік. Жаңағы ережелер бойынша мына сандарды ойлап көрейік, қалай аталады екен. 45 саны қалай аталады? Біз 40. Бірінші 40 қандай? Ол 40. Ал 5-ші ше ол 5. Бөлек жазамыз. Ал 68, 60 дегеніміз қандай? Ол 60. Ал 8 ол 68. Ал 1519 ол 1000. 1000-ды айттық. 500 дегеніміз ше қандай болады? Ол 500. Ал енді 19 дегенді айтаймыз. Ол 19. Енді 7600. 7000 дегеніміз ол алдына 7-ді қосып жібереміз. 1000-ды әкеле саламыз. 1000. Енді 600 деген қанша болады? Ол 100-ге 6-ді қосамыз. 600. Енді 112 дегеніміз бірінші. 1 десек, 100 десек болады, немесе 100 деп жазсақ болады. 100, 12 дегеніміз қандай еді? Олар ережеге бағынбайды. 12. 112. Ал 11 болатын болса, онда 11 дейміз. Міне осындай мысалдармен
тақырып сақтап алсаңыздар болады. Бұлар бізде жалпы санайтындар, иә, санау, санайтын сандарымыз. Ал енді бізде реттік сандар бар. Бірінші, екінші, оларды қалай атаймыз? Ол үшін мына ережеге қарасақ, мысалға бұл жерде бірінші санын біз first деп атаймыз. Бұл жерде енді просто жаттап алу керек. First, міне, с-тіні қостық. Біз мұны second. Мұны санмен белгілесек былай болады. Third. Содан кейін мына төрттен бастап уже барлығына з-ні қосып жібереміз. Мына жерде first, fifth, бірақ та мына жерде fives деп емес, fifth дейміз. Six, sevens, eights, nines. Мына и-ді алып тастадық, и жоқ. Tens, elevens, twelves. Мына байқасаңыздар, мұнда ф болып кетті. 13, 14 солай кете береді. Содан мына 20-шы 20s болып кетеді. 20s. Содан кейін мына 21st. Мына ары қарай оңай. Сол қайталана береді. 20-ді біліп алсаңыздар болғаны. Одан кейін мына жақта да сондай 28 болып қалған кейін 30s, 31st солай жалғаса береді. Мысалы, бұндай біз бұны ағылшында ordinal numbers деп атаймыз, иә. Яғни бұл жерде қалай қолдансақ болады? Мысалы, белгілі бір күндерде her birthday is on the 29th десек, ол осы бір айдың 29-ында оның туған күні. Немесе ол ғасырларда centuries. Shakespeare was born in the 16th century болады. Яғни ол 16-шы ғасырда Шекспир дүниеге келді. Sequence order белгілі бір егерде реттілікті қатарда айтатын болсақ, my team came second in the league. Екінші болып келді. Floors of a building. His office is on the 10th floor. Мысалға, бір ғимараттың қабатын айтқан кезде ол 10-шы қабатта. Жалпы кез келген жерде біз бұларды қолдана бере аламыз. Үнемі тақырыпты бекіту үшін астына тапсырмалар қойып қоямын описаниеде, соны орындаңыздар. Қазір түсінікті болып көрінгенмен, егер тапсырма орындамасаңыз ұмытып қаласыз. Және де бізге тіркеліп, өзіңіздің пікіріңізді жазып, сабақ ұнаса лайк басып өтіңіз. Және де басқалармен де осындай тегін ағылшын сабақтарының бар екенін бөлісіп қойыңыз. Сіздердің кері байланыстарыңыз біз үшін маңызды. Және де алдыда біз elementary және де тағы да басқа деңгейлер бойынша жеке, әрқайсысында жеке тегін курстар арнамызды дайындайтын боламыз. Ал сұрақтарыңыз болса, жауап беруге әзірміз. Және де соңына дейін жеткеніңіз үшін сізді мақтағым келеді. Келесі көріскенше келесі сабақтарда қандай сабақтарды, тақырыптарды қарастырғанды қалайсыз, соны төменге жазып өтіңіз. Сау болыңыз.